Сәлем, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз хит болып жатқан блинчиктерімізді дайындайтын боламыз. Өте керемет болып шығады. Ең әуелі жарты литр сүтімізге 2 жұмыртқаны салып, миксерлеп, жақсылап араластырып алатын боламыз. Өте жеңіл әдіспен мен сіздерге көрсетемін. Жақсылап миксерлеп алдық. Енді үстіне 200-300 граммдық қантымызды салып, 45 грамм сұйық майымызды салып, жарты литр суымызды жылы болу міндетті, пешевая сода, шай қасық, жарты шай қасық және тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып, миксерлеп аламыз. Үстіне 300-350 грамм ұнымызды екіге бөліп саламыз. Өйткені қамырымыз түйіршік болып қалмау керек арасында. Жақсылап миксерлеп, біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Міне миксерлеп болдық. Енді жартысын саламыз ұнның. Жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде жақсылап араластыру керек, түйіршік қалмау керек. Біздің тестамыз қоймалжың сұйық болады. Қою болып кетуге болмайды. Қоймалжың сұйық болу керек. Міне, көрдіңіздер ме? Мен 3 бөлікке бөліп алдым. 2 бөлігіне мен краситель саламын. Біріншісіне қызыл цветті бояуымызды салып жақсылап араластырамын. Бояу қоспай-ақ блинчиктерді пісіре берсеңіздер болады. Ол міндетті емес. Екіншісіне жасыл цветімізді салдым. 1 шай қасық цветтен қойсаңыздар, әдемі цвет өн береді. Таразыға салып теңдей қылып бөлсеңіздер болады. Қызып тұрған табамызға майымызды жағамыз. Әр пісірген сайын май жағып отыру міндетті. Табамыз қызған соң біз тестамызды саламыз. Бірінші қызыл бояуымыз. Қызыл түсі блинчигімізді салдық. Шет-шеті пісе бастаған кезде шанышқының көмегімен аударып аламыз. Өте тез, жеңіл, оңай піседі. Өте жеңіл піседі. Міне, енді жасыл цветімізден міндетті түрде табамыз қыздырып, май жағып, енді жасыл түсті блинчигімізді пісіреміз. Шет-шеті қатыңқырап пісе бастаған кезде шанышқының көмегімен аударып алатын боламыз. Блинчиктің өзінің арнайы табасы болады. Сонымен пісірсеңіздер өте керемет болып шығады. Міне, әр табаны қыздырып, май жағып отырдым. Енді блинчиктің өзінің бояусыз пісіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай, өте жеңіл пісіп, өте жеңіл алынып жатыр. Міне қараңыздар. Орташа отта пісіріп аламыз. Мен сүзбе дайындап, қант араластырып, начинкасын дайындадым. Варенкамен орех жаңғағымызды араластырып, начинкасын өз қалауыңызға қарай істесеңіздер болады. Варенье салсаңыздар да болады, өз қалауыңызға қарай. Мен осындай зубочисткалар дайындап, әсемдік үшін, әрлік үшін әсемдеп жатырмын. Менің каналым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Бұл мен үшін өте маңызды. Міне, енді блинчиктің өзін істейміз. Сүзбемізді саламыз. Өте керемет, дәмді болып шығады. Дастарханыңыздың сәнін келтіріп, көріктетіп тұрады.
өте ерекше, қойған кезде де. Міне қараңыздар. Енді қызыл цветін көреміз. Жасалу жолы өте жеңіл. Жасап көрсеңіздер, міндетті түрде ұнайды деген үміттемін. Міне дайын болды. Біздің блинчиктер өте керемет, әдемі болып көрінеді. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.